Қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Балық басынан шірейді деп біз кінәнің бәрін бірінші билікке артамыз, иә? Рас, мен билікке таза деп айтпаймын. Бірақ қараңызшы, аудандық жерде білім бөлімінің бастығы болу үшін жоқ дегенде 10-15 миллион теңге пара беріп кіреді екен. Ал ауылдық жерде школ директоры болу үшін жоқ дегенде 5 миллион теңге береді. Ал бұлар не істейді? Өздерінің берген ақшасын шығарып алу үшін қолына кірген әрбір қызметкерден, жай мұғалімнен 1,5-2 миллион теңгеден алып отырады. Ал техничкалардан 500 мың теңгеден алып отырады. Ал ол байқұстар ондай ақшаны қайдан алады ауылдық жерде? Амал жоқ, бар дүниесін сатады, қолындағы малын сатады, болмаса барып кредитке кіреді. Сөйтіп кредитке жалғап жүргендері сол. Мен ойлаймын, осы тірліктің барлығын тұрғылықты жердегі аудан әкімі білмейді деп ойлайсыз ба? Аудан әкімі біледі, доляда деп ойлаймын. Сондықтан осындай қадамға ашықтан ашық барып отыр олар. Бірінші әкімдікті тазалау керек, бұлықтың барлығы әкімдікте деп ойлаймын. Әкімдік не үшін керек халыққа? Әкімдік осындай халықтың ішіндегі осындай жағдайларды, проблемаларды шешу үшін, халықтың жағдайына кіру үшін олар қызмет жасау керек. Қазіргі кездегі, дәл қазіргі замандағы әкімдер өздерінің қарабастар үшін, өздерінің қалталары үшін қызмет етеді. Сондықтан тексерісті бірінші сол әкімдіктен бастау керек.